Сәлем достар, сендермен бірге мен Мусик. Ал бүгін біз сендерге игра в кальмара туралы факттерді айтып беретін боламыз. Игра в кальмара киносының бірінші сезоны 2021 жылдың 17 қыркүйегінде шыққан болатын. Ал екінші сезоны 2024 жылдың 26 декабрында шыққан болатын. Ал енді үшінші сезоны факттарға сүйенетін болсақ, 2025 жылдың 27 маусымында шығады. Әрине, көптен күткен 456 біз үшінші сезонда біз үшін кім ведущий, яғни жүргізуші болуы мүмкін. Себебі ол Кихун номер 456 ойыншы сұхбаттасқанда да жүргізуші боласың ба дегенде болуы мүмкін деген жауап тастаған түгін. Ал енді номер 222. Номер 222-ні білеміз, оның жігіті бар, 333 деген ютубер. Номер 222-ші ол шамамен 3-ші сезонда қайтыс болады. Өйткені Monkey Bars деген ойынды білесіздер ма? Ағылшынша сөйтіп жазып көріңіздер. Бір неден темірді ұстап келесі бетке өту. Содан қиналып құлайтын адамдар болады. Сол баласымен өзіне көп нагрузка түсіп кетіп, өліп сол жерде құлауы мүмкін. Және содан кейін 330-ші ютубер оның қызының өлімінен кейін өзінің өмірін бытшы шыққан соң өз-өзіне қол жұмсап өлуі мүмкін. Немесе сол жерде баланы құтқарып, Кихун немесе сол жігіттің біреуі баланы құтқарып қалуы мүмкін. Ал енді бұған келетін болсақ, тағы да бір деректер бар. Номер 125-ші номер VIP 3-ші ма? Ол Ли Дэвид, ол шынымен VIP болып шықты негізі. Ол шынымен VIP болды. Ол VIP-тің 3-шісі болды. Анықтап бірінші сезонына қарасаңыздар, бір бұғының маскасын киіп алған бір адам бар. Сол Ли Дэвид, яғни екінші сезондағы 25-ші номер. Және оны қалай ажыратуға болады десеңіздер, сіз олардың бірінші маскасынан кейін сақалдарына қараңыздар. Ода әшейін түк жоқ болып тұрады. Сол 25-ші номер 001-дің баласы да болуы мүмкін. Бірақ оған сүйенсек, бірақ баласы да болмауы мүмкін. Өйткені оған деректер жүргізушінің әйелі қайтыс болған. Бір жағынан 3 бала туам деп, 3 баласында туа алмай қиналып өлген. Және 25-ші номер немесе 001-дің бір жақын адамы болуы мүмкін. Менің ойымша, теориялар бойынша. Сосын снайпер қызды білесіздер, ол 011-ші күзетші. Сол Кан Сепек деген адам білесіз ба? 067 игра в кальмараның бірінші сезондағы сол 067-нің қарындасы немесе тәтесі. Өйткені оның да фамилиясында Кан деп аталады. Ал енді негізгі деректерге сүйенетін болсақ, ол қазір игра в кальмараның 3-ші сезонын ақшта түсіріп атылуы мүмкін. Және ол кинода игра в кальмара бүкіл әлемге тарап ақшта да түсіріліп кетуі мүмкін. Сөйтіп оның Кихун барлық елді тоқтатқысы келіп тырысады. Бірақ көп жақындарынан айырылған Кихун қайттан инходан кейін жүргізуші болуы мүмкін. Өйткені оған деректер, мысалы 2015 жылы инхо жеңді, яғни қазіргі жүргізуші. Ол да мен айтқан тәсілмен жүргізуші болды. Ал енді Кихун да сондай барлық жақындарынан айырылып өмірлікке дейін құштары кетіп жүргізуші болуы мүмкін. Ал енді достар, сіздер де өз ойларыңызды айта беріңіздер. Бұлайынша менің ойымша сондай болуы мүмкін. Бірақ басқа да деректер бар. Сосын сіздер білесіздер ма,
07 мен 149 номер әжесі. 07 мен 149 номер әжесі. Соны білесіздер ма сіздер? Ол номер 149 номер, яғни әжесі деппін ғой, анасы. Ол былай қарасаңыздар Кихун тісіне чип орнатқан, бірақ оны тауып алған, Ал әженің мойнына қарасаңыздар бір зат тұр. Пышақ па, әйтеуір пышаққа ұқсайды. Бірақ ол қалай сонда оны алмай қойды екен, затын күдіктенбей ма адамдар? Мысалы Кихунның тісіне де күдіктеніп чибін алып алды. Ол кішкене киноға үйлесімді емес қой. Міне деректер. Немесе сол әже өтірік Инхоның немесе Ильнам, яғни шалдың ойынды құрастырушының жақындарының бірі болуы мүмкін. Сондықтан өтірік жылап жүрген болуы мүмкін. Сіздер де өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Мен сіздерге сұрақтарыңызды шешіп беруге дайынмын. Ал достар, енді сау болыңыздар.